Бәріңізге ассалаумағалейкум. Мен қазақтың тілімен тілімделген, тұла бойым арылмас іріңдерден, мемлекеттік деңгейде болсам дағы, мешеуліктің қашанда күнін көргім. Мен қазақтың тілімен берері көп, көмейімнен ой шыққан келелі көп. Бабаларға бәйге алып бергеніммен, балаларға әттең ай керегім жоқ. Көкірегін сан мәрте тілген құрыш, қайран тілдің қадірін білген дұрыс. Әлемде 6000-нан астам тіл болса, солардың 600-не ғана жойылу қаупі төнбейді екен. 2700 негізгі тіл, 4000-ға жуығы сол тілдердің диалектісі. Кейбір болжамдар бойынша 21 ғасырдың аяғына таман үркердей топ, негізгі тілдер ғана қалып, қалғандары жойылып кетпек. Тілді ажал аузында деп қай кезде айтуға болады? Сол тілді сөйлейтін жас ұрпақ одан безінген кезде. Ал оны өлімнен сақтау үшін неше адам ол тілді сөйлеуі керек деген сауалға, тіпті 500 адам сөйлесе де, ол тілді ажал аузынан аман алып қалуға болады деп жауап берген болар едік. Қай тілде қанша адам сөйлейді деген кестеге назар салып көрейікші. Әлемде 100 миллионнан астам сөйлеушісі бар 8 ірі тіл бар. Олар Қытай, испан, ағылшын, бенгал, хинди, португал, орыс, жапон тілдері. Осы 8 тілде 2 миллиард 400 миллион адам сөйлейді. Алайда осы 8 тілдің қатарына 12 тілді қосып, 20 тілді ірі тіл деп атаса, сол 20 тілде бүгінде 3 миллиард 200 миллион адам сөйлейді екен. Яғни жер бетіндегі халықтың жартысынан көбі. Бірде бір адам сөйлемейтін тіл өлген тіл болып саналады. 1990 жылдардың ортасында Камерун деген елдің Адамавия өлкесінде мынандай оқиға болды. Оны Англияның қатер төнген тілдер қорының мүшесі Брюс Кондель әңгімелеп берді. Оның айтуынша 1995 жылы қарашаның 5 күні Монбил ауданында Касаба тілінде сөйлейтін ең соңғы Багон есімді азамат дүниеден өткен. Қарашаның 4 күні Касаба тірі болса, қарашаның 5 күні ол тіл өлді. Лингвист Майкл Краустың пікірінше адамзат тілінің 90% өледі. Әлемде 600 тіл ғана қалады. Ал осы ғасырда тілдердің 50% ғана қалмақ. 3000 тіл өмір сүруін жалғастырады. Оның айтуынша 100 жылда 1200 ай болса, әр айда 2 тіл өледі екен. Краус, солтүстік Америкада 187 жергілікті тіл бар. Сол 187 тілдің бәріне қазір ағылшын тілі қауіп төндіруде. Яғни олар жойылғалы тұр дейді. Жағрафиялық жағдайына байланысты жіктеп айтатын болсақ, Еуропаның өзінде 123 тілдің 9-ына құрып кету қаупі төнсе, 26-сы шалажансар, 38-і мешел күйде болса, Оңтүстік Азияда 700 тілдің 40-ы ғана аман сау қалу мүмкіндігіне ие. Ал Солтүстік Шығыс Азияда 47 тілдің тек 6-сы орыс тілінің қыспағында төтеп берер халде болса, 20-сы жаназасын күтіп отыр. Қалған 21-і айықпас дерт үстінде. Ал Орта Азияның, оның ішінде өз ана тіліміздің хал жағдайының мәз еместігі өзімізге аян. Мұндай кеселдің негізінен отарлау саясатының салдарынан туындайтындығы белгілі. Тарих бетін парақтасақ, 18 ғасырдан бері Австралия құрлығында 250 тілдің 20-сы ғана қалған. 16 ғасырда Бразилияны Португалия жаулап алғалы 540 тіл жойылып кеткен. Қазақта көш жүре түзеледі деген сөз бар. Егер біз отаршыл тілдер үстемдігіне төтеп беріп, интернет жүйесіне тілімізді қосып, заман ағымына, заман көшіне қосыла алсақ, көшпен бірге жүріп, бәлкім түзеліп те кетер едік. Әзірге асықпаған арбамен қоянды қуып жететін заман емес екендігін ескеріп, тіл саясатын нақты қолға алып, жүрісімізді жылдамдатпасақ, әліптің арты неге апаратынын ойлаудың өзі қорқынышты. Қазақстанды мемлекеттік тілден айырып, біртұтас қос тілді азаматтық ұлтқа айналдыру концепциясын көксеушілер белең ала бастады. Орыс тілді айдап салуымен мемлекеттік тіл өз қызметін орындай алмауда деген сылтауды тағда ту етіп көтере бастады. Армандары Беларусьтегідей орыс тілін мемлекеттік тіл деп жариялау, яғни мемлекеттік қызметтегілер мен бюджеттегілер арасындағы тілді білмеушілер мен білгісі келмеушілерге байланысты қолданылатын жаза түрлері қазақ елінде қолданылмауы керек екен. Әрі қазақты Украинадағы жағымды да жайдарлы тілдік тәуелсіздік қазаққа керексіз модель екен.
Қазақ тілі Украинадағыдай толыққанды күшіне енсе, біздің елімізде территориялық бөлінушілікке бастап баратын ұлтаралық текетірестік тағдыры Қазақстанның басына орнайды деп болжайды екен орысшандылар. Керек десеңіз, мен қазақпын дейтін қазақ ұлтшылдығы бәсекеге қабілетсіз ұлтшылдық болып табылады екен. Бүгінгі күнгі қолданыстағы заңда Қазақстан халқын топтастырудың аса маңызды факторы болып табылатын мемлекеттік тілді меңгеру Қазақстан Республикасының әрбір азаматының парызы деп жазылған. Бірақ парыз дегеніміз міндетті дегенді білдірмегендіктен республикамыздың тілдік кеңістігінде қазақ тілінің сөзсіз һәм толыққанды жеңіске жетуін қалаушыларды қатты қапаландырады. Ой, мне не надо казахский язык, мне не нужен твой язык, идите в жопу деген орыстарды да басқа ұлт өкілдерінде көрдік. Мұндай балақтағы биттерді басқа шығармай, тәубесіне түсіру үшін әрбір қазақ баласы өзінен бастауы қажет. Сасық орыстың алдында именіп, еліп тұрып орысша сөйлейтін өзімізде де күнә кемшіліктер бар. Жасықпыз, жалтақпыз. Нацист деген сөзден қорқып, көп нәрседен жалтара кетеміз. Кеше ғана дүнгендер неге басымызға шықты деп ойлайсыз? Біздің биліктің шалалығынан, халықтың қорқақтығынан шықты. Сондықтан да олар қазақ тіліне түкіргені бар. Дүкендерде, автобуста болсын, мейлі офистерде болсын, шала қазаққа да, орысқа да қазақша жауап беріп, қазақша сауал қоюға міндеттіміз. Өйткені қазақ тілі халықаралық емес, мемлекеттік тіл. Бұл ісіңіз үшін сізді ешкімде бопсалауға правасы жоқ. Бүгіннен бастап ата заңның төрінде, текшенің үстінде тұрған ана тілімізді кез келген мекеме орындарынан талап етуге сіз болып, біз болып атсалсайық. Мемлекетімізде орыс тілі алдағы 10 жылда тіптен тоқырауға түседі деген болжамдар бар. Осы процесті одан дәрмен тездетуге мұрындық болайық. Ағайын бауыр туыс туған, жора жолдас, көрші қолаңдарға челлендж жолдап, түрлі шараларды қолға алайық. Бір өкініштісі бүгінгі таңда тілді білмеушілер мен білгісі келмеушілерге байланысты қолданылатын жаза түрлері жалпылама түрде болса да, еш ауызға алынбайды. Ақшалай айыппұл ма, кәсіби қызметпен айналысу құқығынан айыру ма, мәжбүрлі қоғамдық еңбек пе, әкімшілік қамауға алу ма, ата-баба дәстүрімен жанына батырып дүре соғу ма, бәлкім етегін кесіп елден қуу ма, еш қайсысы іске асырылмайды. Қазақтың наны тәтті де, тілі жаман ба? Олай емес. Қазақтың нанын жеген адам тілінде үйренсін деген еді Асылы Осман апамыз. Иә, құлдық қамытты шешкенімізге қазақ тілінің мінберге көтерілгеніне 30 жыл болды. 30 жыл. 30 жылда құлдық сананың кеппек түгілі, құйысқан иісі шығатын уақыты болды ғой. Қазақ тілін қарабайыр санайтын надандық бұлтын сейілту үшін мынаны ғана еске алу артық болмас. Егер бір ғана Абай жолында өсіп 16.983 сөз қолданса, ал Шекспир мен Байронның барша лексиконы 15.000 сөзге де жетпейді. Демек қазақ әдебиетінің дәмін көрмей жатып, әлемдік әдебиетке қол созудың өзі ақымақтық. Ордабұзар жасқа келсе де, биік мінберден есту мұң болып, бас ордадан тыңдау қиындап тұр. 30 жылда шөл даланы гүл етуге болады. Бірақ сонша уақытта тіліміз нақты тұғырына қонбай-ақ қойды. Қос тілді деді қоғамда, артынша 3 тұғырлы деді. Сөйтіп тізесі қалтырап енді тұрайын деп жатқан тілді төмпештеп жатырмыз. Артынша 12 миллион қазақтың тең жартысы «Здравствуйте» деп шүлдірлеп, өз тілін өгей санап мемлекеттік тілді нокаутқа жіберіп жатыр. Одан биік мінберлер «Дорогие казахстанцы» деп одан бетер комаға кетірді. Қысқасы оңбай тұр, оңалмай тұр, шынайы мемлекеттік бол алмай тұр. Сылтау көп. Қоғам билікке, билік қоғамға сілтеп қояды. Өстіп қанша уақыт өтер екен? Ей ана тілім, хан Абылайым сөйлеген, дана Абайым толғанған, Әлихандар тіл қатқан ұлы тілім, сені көшеден естігім келет, сені аулада ойнаған сәбилердің аузынан тыңдағым келет, сені ғылымнан көргім келет, сені биіктен байқағым келет. Өлме, өс, өркенде, уақытың әлі келет, аз қалды, мен оған сенемін. Мәтінді оқыған Айдос Оразай, жазған Бағжан Бақбергенұлы. Сіз үшін білген дұрыс.